саламатсыздар ма балалар? Номер 47-ші есепті шығарайық. Біріншісінде қараңыздар, бөлімде берілген осыны көбейтіндіге айналдырамыз. Бірінші бөлшекті жазып қоямыз. 12x-тің 4 дәрежесі бөлімде m куб n-нің кубын жазып қоямыз. Бөлімдені көбейтуге айналдырамыз. Ол үшін екінші бөлшектің бөліммен алымын орны ауысады. Яғни x-тің кубы алымы бөліміне келеді, x куб болады. Бөлімдегі 4mn квадрат алымына жазамыз. Енді қысқаратындарын қараймыз. Міне m куб пен m, мына жерде m мен m кубтың біреуі кетеді, мына жерде m квадрат қалады. Одан кейін n-нің квадраты мен n-нің кубы қысқарады. Мына жерде екеуі кетіп қалады да, n-нің орнында n кубтың орнына n қалады. Келесі қараңыздар, x4-тің 4 дәрежесімен x-тің кубы қысқарады. x-тің кубының орнында 1 қалады, x-тің 4 дәрежесінің орнына x қалады. Сонда қараймыз. Алымында 12 көбейтілген 4 48, одан кейін x болады, 48x. Бөлімінде m квадрат n береді екен. Балалар, екіншісінде қараңыздар. Бұнда бөлімдені көбейтіндіге айналдырамыз. Бірінші бөлшек жазып қоямыз. a квадрат v куб бөлімінде 22m n-нің квадраты көбейтілген, минус таңбасын жазып қоямыз. Бөлімін алымына жазамыз. 33mn бөлімінде 4av-ның кубы. Енді қараңыздар балалар, қысқаратындарын қарастырамыз. a квадрат пен a қысқарады, a-ның орнында 1 қалады, a квадраттың орнында a-ның өзі қалады. Келесі v куб пен v куб қысқарады. Одан кейін 22 мен 33, 22 мен 33 11-ге қысқарады. 22-ның орнында 2 қалады, 33-тің орнында 3 қалады. m мен m қысқарады, n квадрат пен n-ге қысқарады, n квадраттың 2-сі кетіп қалады. Сонда қараңыздар, міне тең, плюс пен минусты көбейткен кезде минус болады, бөлшек сызамыз. Балалар, қараңыздар, енді мына жерде бірінші бөлшекте a көбейтілген 3a болады. Екінші бөлшектің бөлімінде 2, бірінші бөлшегінде m, 2n 4 болады. Бұл дегеніміз минус 3a бөлінген 8n-ді береді екен. Балалар, үшіншісін шығарайық. Үшіншісінде жерде қараңыздар, бірінші бөлшекті жазып қоямыз. 16mx-тің квадраты бөлімі 3y-тің кубы. Енді бөлімдені көбейтіндіге айналдырамыз. Көбейту, қараңыздар балалар, 4m куб x-тің бөлімінде 1 бар деп ойлаймыз. Яғни 1 болғандықтан көбейтуге айналдырған кезде алымына 1 шығады, бөліміне 4m-нің кубы x шығады екен. Тең. Енді қысқартуға болады. 16 мен 4 қысқарады, 4-тің орнында 1 қалады, 16-ның орнында 4 қалады. Келесі m-нің кубы мен m қысқарады, яғни m-нің кетеді, m-нің кубының орнына m-нің квадраты қалады. Келесі x-тің квадраты мен x екеуі x-ке қысқарады, x-тің орнында 1 қалады, x квадраттың біреуі кетіп қалады, x-тің өзі қалады. Яғни тең, алымында 4x бөлімінде 3y куб, жерде m квадратты береді. Келесі төртіншісінде бөлуді көбейтіндіге айналдырамыз. Бірінші бөлшек жазып қоямыз. 35x квадрат y 12av көбейтілген, бөлімін алымына жазамыз. 7xy 8av квадрат. Енді қараңыздар, қысқаратындарын қараймыз. 35 пен 7 қысқарады, 7-ге қысқарады, 7-нің орнында 1 қалады, 35-тің орнында 5 қалады. x квадрат пен x қысқарады, x-тің орнында 1 қалады, мына жерде x квадраттың біреуі кетеді. y пен y қысқарады. Келесі 8 пен 12 қысқарады, 4-ге қысқарады, 8-ді 4-ге бөлсек 2 қалады, 12-ні 4-ге бөлсек 3 қалады. a мен a қысқарады, онымен v-ның квадратынан v қысқарады, v-ның квадраты кетеді. Тең. Енді не қалды қараймыз. Алымында 5x 2 қалды. 2 мен 5-ті көбейтеміз 10, одан кейін x және бізде v қалды. Келесі 3 болды, 3 қана қалыпты, бөлімінде 3 болады. Тең, бұл дегеніміз 10 3-ке бөлсек 3/3-1 x v-ны береді екен. Мына бесіншісіне қараңыздар балалар. Минус бірінші бөлшек жазып қоямыз. 6xy-тің квадраты бөлінген 5av-ын жазамыз. Одан кейін көбейтуге айналдырамыз. Алым мен бөлімнің орны ауысады. Алымында 10av болады,
бөлімде 9x квадрат y квадратты береді. Тең қысқаратындарын қараймыз. 6 мен 9 қысқарады. 6-ның орнында 2 қалады, 9-ның орнында 3 қалады. X пен x квадрат қысқарады. X-тің өзі кетеді да, x квадраттың квадраты кетеді. Y квадрат пен y квадрат қысқарады. Ары қарай 10 мен 5 қысқарады. 10-ның орнында 2 қалады, 5-тің орнында 1 қалады. А мен А қысқарады. Тең не қалды шығарамыз? 2 минус таңбасы алдында тұрады. 2 мен 2-ның көбейтіндісі 4. Одан кейін бірінші бөлшектің бөлімінің бәрі қысқарып кетті. Ал екінші бөлшектің бөлімінде 3x қалды. Келесі 6-шысын шығарайық. Қараңыздар, көбейтінді түрінде жазған 45a квадрат vx-тің бөлімінде біз 1 бар деп есептейміз. Сондықтан 45 пен 30x квадрат а кубты қысқартуға болады. Ал қысқартайық. 45 пен 30 қысқарады. 45-тің орнында 3 қалады, 30-ның орнында 2 қысқарады, 15-ке қысқарады. А квадрат пен А куб қысқарады. А квадраттың өзі кетеді, А кубтың орнында А қалады. Одан кейін x кетеді, x-тің квадраттың орнында x қалады. Ары қарай v мен v квадрат мына жерде көбейтіледі. Енді қараңыздар, бірінші бөлшекте 3v көбейтілген v квадрат болады, екіншіде 2ax береді. Бұл дегеніміз v квадрат пен v-ны көбейткен кезде 3v-ның кубы бөлінген 2ax береді екен. Балалар, осымен номер 47 есеп шықты.